Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала месқарын саудагердің алдындағы қуырылған құс етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Анау бірден байқап, жиіркенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, қаталсыңдар. Қаталдықтан әл ағзар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем, сипайдау шашымнан дегем. Жоқ, тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің көлгірсіп жасырған менен. Мейірімге сараңсыңдар, түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жылы көзқарастарыңа зарыққанымда, соның өзі-ақ бақыт қой қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда, бір жола сөніп үмітім балаң жанымда, жыртқыштар талап алғандай тарықпадым ба? Әділеттен жұрдайсыңдар, тақсіретін тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім барып, тас мүсіндеріңнен түңілдім налып. Тағдырым менің титтейді елеңдетпеді, бейжайлықтарың қорқытты. Мен емес, сендер екенсіңдер бүгінгі қарым. Адалдыққа тапшысыңдар, әрине, данышпансығанда жақсысыңдар. Өзгенің қасіреттеріне қарайсыңдар қалайша есінеп мүлде. Бәрібір екен сендердің көркеуделеріңе, біреулердің көзінен жасы кеппегені де. Бұл күнде ұғындық бәрін. О адамдар, сендердің зұлымдықтарың шыдатпай өртеді келіп мені де. Не деген пасық едіңдер, шолақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер? Мейірім аңсап жүрегім қансырап тұрған, зұлымдықтарыңмен қамшылап тыңнан жанымда үміт сенімдер түгесілгенде, лақтырып тастап кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұраман өліп кетсем де, алтындарыңды алмаспын төгіп кетсең де, мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын.